Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге парацетамолды балаға қай кезде және қандай дозада беру керек жайында айтатын боламын. Парацетамол температура түсіретін және ауырғанды басатын препарат. Яғни кез келген температуралық ауру кезде ОРВИ болсын, желшешек, диарея кезде де беруге болады. Және тіс ауырғанда, тіс жылғанда, тіс шығып келе жатқанда, бас ауырғанда, құлақ ауырғанда да беруге болады. Және екпе алған соң, егер температура көтерілсе де беруге болады. Парацетамолды қай кезде беруге болмайды? Бірінші, аллергия болған болса, екінші, бауыр және бүйрек қызметі бұзылған болса, және 2 айдан кішкентай сәбилерге беруге болмайды. Парацетамолды 5 күннен артық қолданбаған абзал, себебі бауырға және бүйрекке токсикалық әсер етеді. Балаларға салмағына қарай қалай өлшеп береміз? Негізінен парацетамол 1 килограммға 15 миллиграмм болып есептеледі. Яғни 5 миллилитрінде 120 миллиграмм парацетамол бар. Мысалы, баланың салмағы 14 килограмм деп алайық. 15-ті 14-ке көбейтеміз, 210 миллиграмм, және пропорция құрамыз. 5 миллилитрді 120 миллиграмм, және балаға қанша миллилитр беру қажет? 210-ды 5-ке көбейтіп 120-ға бөлеміз. Сонда 8,175 миллилитр. 14 килограммдық балаға 875 миллилитр парацетамол береміз. Парацетамол эфирилган деген түрменде шығарылады, бірақ оның ерекшелігі 1 миллилитрінде 30 миллиграмм парацетамол бар. Бірақ бұл да 15 миллиграмм на килограммға есептеледі. Яғни 14 килограммдық баланы алайық, 15 көбейту 14, 210 миллиграмм болады. Енді пропорция құрамыз. 1 миллилитрінде 30 миллиграмм зат бар, және 210 миллиграмм қанша миллилитр береміз? Яғни 210-ды 30-ға бөлеміз, 7 миллилитр. Сонда эфирилганды 14 килограммдық балаға бір рет берген кезде 7 миллилитр береміз. Не үшін парацетамолды баланың салмағына қарай өлшеп береміз? Егер көп дозада беретін болсаңыз, онда ол баланың бүйрегіне және де бауырына токсикалық әсер етуі мүмкін. Ал егер де сіз дозасына жетпей беретін болсаңыз, онда ол балаға әсер етпеуі мүмкін. Яғни температурасын түсірмеуі мүмкін, немесе ауруды баспауы мүмкін. Сондықтан да дозасын өлшеп бергеніңіз абзал. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.